Ассалаумағалейкум, ардақты алаш жұрты. Әлем әдебиеті тақырыбынан алған дәрістерімізді одан әрі жалғастырып, енді мына 1960 жылғы Нобель сыйлығының лауреаты Жозе Кардучидің шығармашылығымен жан-жақты таныстыруымызды бастаймыз. Біз оның алдындағы дәрісімізде 1960 жылы қандай үлкен әдебиет әлемінде жаңалықтардың бар болғанына тоқталғанбыз. Енді Жозе Кардучидің шығармашылығымен таныстыруды өздеріңізді рұқсат етіңіздер. Жозе Кардучидің есімі де шығармаларда бүгінгі таңда мына жаһан поэзиясын арнайы зерттеп жүрген білікті мамандарға болмаса, қалың оқырманға беймәлім, аса таныс емес. Шындығын айтсам, мына өз басым Кардучи есімді ақынның өмір сүрген естігенмен, ғасыр басында оның Нобель сыйлығын алған білгенімен, бірде-бір жинағын кітап дүкендерінен кездестірген жоқпын. Осы тарапта мен ізденіп біраз кітап дүкендеріне бардым, кітапханаларды қарадым, бірақ өкінішке қарай ондай бір шығармалары жоқ екен Жозе Кардучидің шыққан. Беделді сыйлықтың лауреаты екеніне қарамастан, қазір кезде оның аты жөнінде туындылары да аса көп айтыла қоймайды. Сондықтан былайша айтқан кезде Жозе Кардучи шығармалары уақыт сүзгісінен өтті деп өз басым айта алмаймын. Шығармаларын талдаған ірі зерттеулерде көзімде түспегенімен, ақын өлеңдерін орыс тіліне Италия поэзиясының білгірі Евгений Солоновичтің тәржімалағанынан хабарым бар. Біз осы біраз өлеңдерін осы тәржімадан оқып шықтық. Енді әрине поэзияға баға беру қай уақытта да қиын, өйткені прозада онда идеясы, автордың бәрі түсінікті болады, ал поэзия деген мынау таза ұлттық нәрсе болғаннан кейін, мәселен Италия поэзиясының ерекшелігін, француз поэзиясының ерекшелігін бізге түсіну көп жағдайда қиын болып жатады. Сондай-ақ, мысалы үшін қазақтың поэзиясында басқа ұлттың өкілдерінің түсінуі оңай шаруа емес. Көп жағдайда поэзиядағы мына таза ұлттық бояу басым болатындықтан, ұлттық жаңағы діл басым болатындықтан, оны басқа елдің тілдеріне аудару аса мүмкін емес. Мысалы үшін Махамбеттің жырларын аудару мысалы үшін өте қиын. Мысалы үшін сонымен бірге мысалы үшін Кардучи жырлары поэзия антологияларында бірнеше мәрте жарық көріпті. Әрине мұндай жетім мәліметтер ақын творчествосын жан-жақты білгісі келген мына өздеріңіз сияқты оқырманның ашқарақ көңілін қанағаттандыра алмайды. Дегенмен мен мұндай мәлімет тапшылығын рухани мұрасы бай Италия әдебиетінің емес, сол ұлы халықтың сөз өнеріне аса мән бермеген, аса қатты зерттемеген сыншыларымыздың, әдебиеттанушылардың кемшілігі деп есептеймін. Неге дейсіздер ғой? Өйткені мысалы үшін Италия поэзиясы жөнінде кеңінен әңгіме айтылғанда, біздің бәрімізде негізінде мынау қайтөрлеу дәуірінің ұлы шайырлары Данте мен Петраркадан басқа ешкімді есімге түсіре алмай қиналатынымыз жасырын емес, мойындайық. 20 ғасырда Италияның 16 азаматы түрлі саладан Нобель сыйлығының лауреаты атаныпты. Солардың 6-ы бұл атақты марапатты әдебиет саласынан еншілеген. Көрдіңіз бе? Осының өзі Италия әдебиетінің 20 ғасырда да дамығанын көрсетеді. Атап айтсақ, олар біз бүгін шығармашылығын тілге тиек еткелі отырған Жозе Кардучи, 1926 жылы оны иеленген жазушы Грация де Ледда, сонымен бірге 1934 жылы атақты марапатталған драматург Луиджи Пиранделла, 1959 жылы Нобель сыйлығын алған ақын Сальваторе Квазимода, 1975 жылы Италияның тағы бір ақыны Евжения Монталья, 1997 жылы драматург Дария Фо әлемге әйгілі үлкен марапаттың Нобель сыйлығының қошеметіне бөлініп, өз ұлтының мәртебесін бір көтеріп тастады. Міне осы деректің өзі Италия әдебиетінің осал емес екенін, 20 ғасырда да осал болмағанын көрсетеді, және осыған біздің көзіміз жеткізе түседі. Сондықтан Ресей отаршылдығының қыспағында қалып, бір ғасырға жуық уақыт бойы жаһан мәдениетін тек сол халықтың әдебиет зерттеушілерінің, әдебиеттанушыларының, сыншыларының еңбектеріне ғана оқып өскен біз шын мәнісінде әлі көп нәрседен бейхабармыз. Бұны айтып отырған себебім, біз әлі күнге шейін, мысалы үшін, Европа әдебиетін, бүкіл әлем әдебиетін тек сол орыс әдебиеттанушыларының, орыс сыншыларының жаңағы орысша жарық көрген кітаптар арқылы ғана біз танып отырмыз. Бірақ келешекте бұл үрдіс өзгереді деп ойлаймын. Өйткені Құдайға шүкір, қазір бізде
ағылшын тілін, басқа Европа тілдерін білетін талантты жастар өсіп келе жатыр. Біз әдебиетімізді дамытамыз десек, әдебиетімізді өркендетеміз десек, осы жастарға қатты көңіл бөлуіміз керек. Сондықтан тікелей ағылшын тілінен, француз тілінен аударылған тәржімалардың біздің әдебиетімізге болғаны біздің сөз өнеріміздің өрісін кеңейте түседі деп өз басым ойлаймын. Сондықтан да, мысалы үшін, шетелде білім алып жатқан жастарымыз келешекте біздің көзімізді ашып, Италияның ұлы әдебиетін бізге қайта таныстырады деп өз басым үміттенемін. Өйткені біз көп жағдайларда сол әлі Италия әдебиеті туралы басқаны былай қойған кезде көп нәрселерді біле бермейміз. Әділіне жүгінсек, 20 ғасырдың екінші жартысындағы Италия әдебиетін Джозе Кардучидің жырлансыз көз алдыңа елестету әсте мүмкін емес. Бұны білікті сыншылардың, сарапшылардың бәрі айтады. Замандастары итальяндық шайырдың әдеби беделіне құрметпен қарап, адамгершілік өнегесінен үлгі алды. Мына Кардучи творчествосында азаматтық лирикаға да, елінің тарихы мен оның өкілдерінің тағдырына қатысты ойларға да, сонымен бірге мынау адам мен мәңгілік табиғат рухының үйлесіміне де орын болды. Жан-жақты ақын болды. Джозе Кардучи 1835 жылдың 27 шілдесінде Италияның керемет табиғат тамылжыған өлкесі Версилияда дүниеге келген. Бала күннен әдебиет пен тарихқа деген қызығушылық оянған ол Пизанск университетіне оқуға түсіп, филологиялық білім алып шығады. 1860 жылы Болон университетінде кафедра басқарып, өмірінің соңына дейін онда дәріс берген. Ақынның өлеңдер деп аталатын тырнақалды туындысы 1857 жылы жарық көреді. Жастықтың буымен аңғалдық жасап қойып, қарызға белшесінен батқан Джозе шығармашылықпен айналысу арқылы жаңағы мол ақша тауып, пайда тауып, одан құтылуды мақсат етеді. Өздерің жақсы білесіздер, Бальзак та кезінде осындай қарызға батқанның арқасында жазушы болуға тура келген. Кардучи осы қарыздан құтылу үшін ақын болуына тағдырдың өзі оны итермелеп әкеледі. Жас ақынның көптеген жақсы өлеңдері 1860 жылы оқырманның қолына тиген. Жастық жырлар деп аталатын келес жинағына енеді. Бұл жинақта Данте мен Петраркаға еліктеп жазған махаббат лирикасы да, арна өлеңдері де, елінің даңқты тұлғаларына арналған азаматтық лирикасы да болады. Италияның бірлігі үшін күреске үн қосқан ақын қаламынан Сицилия мен төңкеріс сияқты шығармалар туады. Ұлт азаттық қозғалыстың екі тобына жатқанмен, тағдырдың жазуымен бір тудың астында соғысқан Виктор Эммануэл мен Гарибальдиді ол мадақтайды. 1867-1879 жылдары жаңа жинағы оқырман қолына тиеді. Ақынның одан кейінгі жылдарда табысты болып, жаңа ұйқастар, жабай одалар, ұйқас пен ырғақ сияқты бірнеше жыр жинақтарын халыққа сұнады. Кез келген лирикалық ақын сияқты Кардучи да табиғат тақырыбына ерекше назар аударады. Жыр жинағына енген жабай орманда деп аталатын өлеңде ақынның алғашқы лирикасына тән көңіл күйдің ағымы анық сезіледі. Онда мысалы жабайы табиғат пен бүлікшіл тұлғаның мінезі айқын көрініс тапқан. Кардучидің өзі де табиғатынан бостандық пен дербестікті бәрінен биік қойып, оны жоғары бағалаған, жеке және қоғамдық өмірдегі еркіндік шектейтін кедергілермен күрескен бүлікшіл ақын болды. Жыр сүлейі ештеңені жасырмай, бәрін жайып салатын. Міне осы мінезіне тән сипаттардың бәрі де ақынның мына Сайтанның әнұраны деп аталатын туындысынан анық көруге болады. Бұл ерекше шығарма, бұған сондықтан да біз айрықша тоқталғымыз келіп отыр. Бұл шығармасында бас кейіпкер, күрескер, бүлікші ретінде сипатталған. Көркем туындыдағы Сайтан ол жұмақтан қуылушы емес, Иегованы жеңген жеңімпаз. Сайтанның бойында адам сүйгіш қабілет пен ғылыми күмән басын. Ал ғылымға деген күдік болмаса, мәдениеттің прогрессі болуы неғайбыл. Ақын шығармасында Сайтан техникалық прогрестің ғажайыбы мен символы болып табылатын паровоздың бейнесімен салыстырылады. Ақынның бұл әйгілі шығармасы замандастардың арасында түрлі пікір туғызып, жұрттың көбі Сайтанның жағымды бейнесіне үрке қарады. Әрине бұл дүние сол кездегі Италия поэзиясын тосын жаңалық еді. Ал Кардучи болса қызу пікірталасқа түсіп кетіп, өз ұстанымның дұрыс екенін дәлелдеуге тырысады. Ақын поэзиясында басқа да бүлікшілер, мысалы
Прометей мен Мартин Лютердің образдары да кездеседі. Соңғысында ол мына қарама-қайшылықты тұлға ретінде суреттейді. Bir жағынан біз оның бойындағы өз идеалының дұрыстығы үшін мойымайтын күрескерлігіне тәнті болып, екінші жағынан мына әлемге қарсы шыққан тұлғаның әлсіздігі мен күдігін көреміз. Кемеліне келген шағында Кардучи мына поэзия мен табиғат бір-бірімен гармониялық үйлесімде өмір сүрген адамзаттың көктем болып саналатын мына ежелгі Элладаның бейнесін жырлауға ден қойып, осыған қатты қызығушылық танытады. Ақынның елең көктемі деп аталатын үш өлеңі бар. Онда ол мына дүниені түлете алатын табиғаттың құдіреттілігін жырлайды. Өлеңнің мына образдық жүйесінде әсемдік пен ақындық символика керемет сондай әдемі үйлесімділік тапқан. Өгіз және Сен Мартино деген өлеңдерінде Кардучи туған елінің тамылжыған табиғатына тамсана түсіп, мейірлене түсіп, қарапайым ауыл өмірімен оның адамға сыйлайтын қуанышын жырлайды. Натура философиялық және махаббат лирикасымен қатар, ақынның толысқан шағында туған шығармашылығында азаматтық саяси лирика да бар. Мысалы, 1877 жылы ол Терм Каракала жанында деген ода жазады. Бұл туындысында ақын ежелгі Рим сәулетінің ұлы ескерткішіне қарап отырып, өткені мен бүгінгі туралы терең ойға батады. Италияның былайша айтқан кезде кешегі тарихы мен бүгінгі ахуалын салыстырады. Ақын көзіне мына өткен заманның адамдары бүгінгі күннің өз бабаларының ұлылық қасиеттерін жоғалтып алған пенделермен салыстырғанда алып, үлкен орысша айтқанда гигант болып елестейді. Өткен күндердің ерлігі туралы естеліктер Кардучидің ақындық әлемінде бүгінгі күннің шындығымен салыстырылады. Барлық жан тәні мен өркениетті елдердің арасынан өзіне лайық орын алып, біртұтас Италияны аңсаған патриоттардың ерлігіне тамсанған ақын өзін қорланғандай сезінеді. Өйткені италиялықтар өздерінің көптеген ұлы мақсаттарына ұрыс алаңында көрсеткен ерлігімен емес, түрлі саудаласу мен келісімпаздықтың, жағымпаздықтың арқасында қол жеткізген болатын 20 ғасырда. Италия, сен мемлекет бола алғаныңмен жарың сақталып кет деп қайғырады ақын сол жылдар жазған жырларының бірінде. Өмірінің соңына дейін Кардучи өз отанын ерекше сүйіп, еліне, жеріне деген адал махаббатынан айныған жоқ. Замандастары Кардучидің поэзиясын өте жоғары бағалады, бірақ ақын өлеңдерін қабылдай алмаған, оған сын айтқандар да болды, тағдырдың түрлі тауқыметін де, түрлі қиындықтарын да көріп, табалаған дұшпандарына лайықты жауап та ол бере білді. Оның поэзиясы дәуірдің өзіне сан қырлы әрі қарама-қайшылықты болды. Уақыт өте келе ол хрестоматиялық ақынға айналды. Оның өлеңдерін оқушылар жаттап, поэзияның жұмбағын іздеген талай ғалымдар Кардучи творчествосының қыры мен сырын зерттеді. Жозе Кардучи 1907 жылдың 17 ақпанында дүние салды, яғни Нобель сыйлығы алғаннан кейін 1 жылдан кейін ақынды соңғы сапарға шығарып салуға 200 мыңнан астам адам жиналады. Міне осыдан ақ Италия халқының өз ақынын қалай мақтаныш тұтып, ерекше құрметтегенін көруге болады. Енді мына дәрісіміздің соңында қалыптасқан дәстүр бойынша 1906 жылы қандай ақын жазушылардың, қаламгерлердің, философтардың әдебиет сыйлығына үміткер болғанын таныстыра кетуді жөн санап отырмыз. Бұл бізде қалыпты дәстүрге айналды. Олай дейтін себебіміз жалпы мына көп жағдайларда бізде бір алып қашты әңгімелер айтылады. Бәленбай деген жазушы, Түгенбай деген қаламгер Нобель сыйлығының номинанты болып деген. Шын мәнісінде Нобель сыйлығының номинанттары 50 жыл бойы Швед академиясы құпия ұстайды, тек 50 жылдан кейін ғана олардың есімдерін жариялайды. Сондықтан біз мысалы үшін былтыр кімдердің Нобель сыйлығына номинант болған, алдыңғы жылдары кімдердің Нобель сыйлығына номинант болған, тіпті 10 жыл бұрын кімдердің Нобель сыйлығына үміткер болғанын біле алмаймыз. Сондықтан біз сіздерге мына қазір 1906 жылы кімдердің, қандай ақын жазушылардың, қаламгерлердің Нобель сыйлығының номинанты болғанын таныстыруды жөн санап отырмыз. Хьюстон Стюарт Чемберлен есімді ағылшын неміс жазушысы, әлеуметтанушы, нәсілшілдіктің негізін салушылардың бірі 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанттарының бірі болыпты. Луи Франк есімді бельгиялық жазушы, ол тек қана жазушы емес, сонымен бірге заңгер, саясат және мемлекеттік қайраткері де 1906 жылы осы Нобель сыйлығына алуға үміттенгендердің бірі болған екен. Ол 1868 жылы туып, 1937 жылы дүниеден өткен. Бұл жерде бір айта кетерлігі, бізде көп жағдайларда заңгерлер де, саясаткерлер де бұл Нобель сыйлығын алып кетіп жатады. Мысалы, Черчилльдің
саясаткер болғанына қарамастан әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын алғанын көп адам біле бермейді. Уақыты келген кезде біз ол мәселеге де кеңінен тоқталамыз. Уильям Бут есімді ағылшын уағызшысы, құтқару әскерінің негізін қалаған генерал да Нобель сыйлығына үміткерлердің бірі болған. 1906 жылы Джордж Мередит есімді Викториан дәуіріндегі танымал ағылшын жазушысы Нобель сыйлығының номинанты болған. Бұл өте танымал, мықты жазушылардың бірі, әлі күнге шейін шығармалары оның жақсы оқылады. Джон Морли есімді ағылшындардың әкімшілік қайраткері, тарихшысы да 1906 жылы Нобель сыйлығының үміткерлерінің бірі болған. Жалпы Нобель сыйлығы, тағы да қайталап айтамын, бұл тек ақындарға, жазушыларға, драматургтарға ғана берілмейді. Сонымен қатар әдебиет саласындағы Нобель сыйлығы кей жағдайда тарихшыларды алып жатады. Мысалы 1902 жылы Теодор Момзеннің, тарихшы Теодор Момзеннің Римнің тарихы деген кітап үшін Нобель сыйлығының берілгенін жақсы білесіздер. Луис Моррис есімді ағылшындардың танымал ақыны да 1906 жылы Нобель сыйлығының үміткері болған. Жалпы бұл ақын өзі үмітін үзбеген. 6 рет осы Нобель сыйлығына ұсынылған, бірақ белгісіз бір себептермен Нобель сыйлығын алынбаған. Алджернон Чарльз Суинбер есімді ағылшындардың өте танымал ақыны, жаңағы 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанттарының бірі болған. Айта кетерлігі, бұл Суинбердің өз заманында Англияның ең атақты шайыры болып мойындалған. Кешіріңіздер, егер Джек Лондонның Мартин Иден деген романын оқысаңыздар, сонда мысалы үшін осы Суинбердің өлеңдерінен мысал келтіреді. Бас кейіпкердің мысалы үшін осы кімді Суинберді жақсы көргені, керемет бір тұтқаны айтылады. Осыдан Суинбердің қандай ақын екенін өздеріңіз ақ болжай берсеңіздер болады. Герхард Гауптман есімді әлемге әйгілі неміс драматургы да 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанты болған, бірақ 6 жылдан кейін Гауптман 1912 жылы әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын иеленді. Бізде бұл ғажайып драматургтың шығармашылығы жөнінде жаңағы біраз уақыттан кейін осы арнайы дәріс оқитын боламыз. Георгий Морис Кохен Брандас есімді даниялықтардың танымал әдебиет зерттеушісі, публицист, натурализмнің теоретигі де 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанттарының бірі болған екен. Жалпы Брандас өз заманының үлкен сыншысы, әдебиеттанушысы, мысалы үшін кімнің, ұмытпасам, Лев Шестовтың Шекспир және оның сыншысы Брандас деп аталатын үлкен мақаласы бар. Бірақ өкінішке қарай Нобель сыйлығы осы өзінің тарихында бірде-бір рет оны сыншы, әдебиет сыншысы оны алған емес. Анджело де Губернатис есімді танымал Италия ғалымы да 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанты болған екен. Антонио Фагацара есімді Италия жазушысы, әрі ақын, әрі саясаткер де 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанты болған. Сонымен бірге тағы айта кетеміз, 1906 жылы орыстың ұлы жазушысы, әлемге танылған классигі, ұлы суреткері Лев Толстой да Нобель сыйлығының номинанты болған. Бірақ бұл Толстойдың ең соңғы рет осы Нобель сыйлығының номинанты болғаны, өйткені жаңа дәріс барысында айттық, Толстой 1906 жылы осы өзіне Нобель сыйлығын алып кету мүмкіндігіне қарамастан одан бас тартады. Жалпы Толстой атақ, ақша деген нәрсеге өте сын көзбен қараған, еш уақытта ешқандай атақты алмаған, өмірінің соңында тіпті өзінің керемет ғажайып көп төлеп тұрған қаламақыларынан да бас тартқан. Сондықтан кімнің Толстойдың шығармашылығы туралы күні бүгінге дейін жүздеген зерттеулер жарық көріпті. Әлі күнге шейін Толстой әлемдегі ең көп оқылатын жазушылардың бірі болып саналады. Соған қарамастан Толстой Нобель сыйлығын өз уақытында алған жоқ. Бардер Паркен Боун есімді американдық философ әрі профессор да 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанты болған. Гастон Бос есімді француз тарихшысы, ежелгі Рим және көне дәуірдегі христиандардың тарих туралы көптеген еңбектердің авторы да 1906 жылы Нобель сыйлығын алуға үміттенген, талпынған. Альбер Сорель есімді француз тарихшысы, француз академиясының мүшесі де сол жылы, яғни 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанты болған. Ярослав Прхлицкий есімді чех ақыны, драматург, аудармашы да 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанттарының бірі болған. Сонымен бірге мына Педро Пабло
Фигерао есімді Чили жазушысы да 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанттарының бірі болған. Йозеф Виктор Видман есімді швейцариялық жазушы, журналист, әдебиет сыншысы да 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанттарының бірі болған. Сельма Лагерлёф есімді швед жазушысы да 1906 жылы Нобель сыйлығының номинанты болған. 1900 бірақ 3 жылдан кейін Лагерлёф әдебиет саласындағы Нобель сыйлығын иеленді. Жалпы біз дәріс басында айттық, осы 20 ғасырдың басында, әсіресе 1907 жылдары, 1909 жылдары Швед академиясы балалар әдебиетіне де ерекше көңіл бөлген екен. Өйткені Сельма Лагерлёф балаларға арналған ертегілермен танымал болған әйел жазушысы. Өкінішке қарай, одан кейін ондай балалар әдебиетіне Швед академиясының аса назар аударған кезі болған жоқ. Сонымен, құрметті оқырмандар, біз өз дәрісімізді аяқтаймыз. Бүгінгі дәрісімізде біз 1906 жылы Нобель сыйлығын еншілеген Джозе Кардучидің өміріне, шығармашылығына жан-жақты тоқталдық. Әрине, біздің айтқан мәліметтеріміз соншалықты сіздердің қанағаттанбауларыңыз да мүмкін. Өйткені Джозе Кардучидің шығармашылығын зерттеу бізге оңай болған жоқ. Өйткені оның шығармалары орыс тіліне аударылмаған, бірақ келешекте осы Италия тарихын зерттеп жүрген, ағылшын тілін білетін, мүмкін Италия тілін білетін білікті мамандар шығып, осы Джозе Кардучиді бізге кеңірек таныстырып жатса, нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Ұлттық кітапханамызға келіңіздер, біздің дәрістерімізді тыңдаңыздар, өз ойларыңызды жазыңыздар. Енді көп жағдайда бізге сұрап жатады, сіздер неге жаңағы сіздердің лекцияларыңызға қатысуға бола ма деп. Әрине келіп қатысуларыңызға болады, бірақ негізінен біздің лекцияларымыз YouTube-та жарияланатын болғандықтан біз көбінесе жазып аламыз да, одан кейін сол дәрістерімізді YouTube-қа жариялап отырамыз. Ол біздің дәрістерімізді табу YouTube-тан қиын емес. YouTube-та ашып, оған ашық әдеби лекция деп терсеңіз, біздің бүкіл дәрістеріміз сол жерде тұр. Ұлттық кітапханамызға келіңіздер, кітап оқыңыздар. Біз қазақтар сөйтіп 21 ғасырда да әлемдегі ең көп кітап оқитын мәдениет жоғары өркениетті елдердің қатарына қосылайық. Қазіргі әдебиетте өте жақсы көңіл бөлініп жатыр, көптеген жастарға президенттік сыйлықтар беріліп жатыр, гранттар беріліп жатыр. Бұның бәрі келешекте біздің әдебиетіміздің жаңа бағытта дамуына, жаңа өріс табуына септігін тигізеді деп ойлаймын. Қазіргі келіп жатқан жастар осы мынау біздің бұл әлем әдебиетіне байланысты көп дәріс оқуымыздың себебі сіздерге мына 20 ғасырдағы жаңа парадигмаларды таныстыру, сонымен кеңірек мағлұмат алған, соны терең зерттеген, келешекте біздің қазақ қаламгерлерінің арасынан да мықтылар шығып, Нобель сыйлығын алады деп өз басым үміттенемін. Аман сау болыңыздар. Көрер күніміз жақсы болсын, жақсылық көп болсын.